ақш қаржы министрі Джек Лю юанды девальвациялаған қытайлықтарды осы әрекет үшін жауап беруге шақырады деп мәлімдеді. CNBC-ге берген сұхбатында қаржы министрі Қытай валютасына қатысты жағдайды сынап қана қоймай, ел билігіне астыртын қоқан-лоқы да көрсетті. Ұлттық валютаның айырбас бағамы сынды мәселелерде тек экономикалық қана емес, саяси аспектілердің де бар екендігін Қытай билігі түсінуі тиіс дейді ол. Нарықтық күштерге юан бағамын тек төмендетуге емес, сондай-ақ жоғарылатуға да мүмкіндік беру керек. Бұл алдағы G20 саммитінде қаралатын сауалдардың бірі болады. Ұлттық валютаны девальвациялау арқылы экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру сияқты шаралар ғаламдық экономикаға кесірін тигізеді дейді ақш қаржы министрі. Оның сөздерінде Қытай міндетті, Қытай жауап береді деген өктем сөздер көп болды. Сарапшылар бұл сөздердің ішкі көрермендерге арналғанын, ел ішінде бедел жинауға бағытталғанын айтады. Алайда оның салдары әртүрлі болуы мүмкін. Әсіресе онсыз да жылы емес, Пекин мен Вашингтон арасындағы байланысқа көлеңкесі әлбетте түседі деп аяқталады мақала. Hewlett Packard америкалық компьютер өндіруші компаниясы өзінің Tipping Point деп аталатын бөлімшесін сатуды ойластыруда. Аталмыш бөлімше HP мен бірлесе ақпараттық қауіпсіздік саласына маманданған. Вендор бұл активін сату арқылы $300 миллион табыс табуы ықтимал деп жазады Рейтер. Ақпараттық агенттік дерегінше, жеке инвесторлық фирмалар Tipping Point-ты $200-300 миллион сатып алуға дайын екендігін білдірген. Компания әзірге бұл сауалға қатысты тіс жармады. Сондықтан сатып алушы үміткерлер атауы құпия. Tipping Point ақпараттық қауіпсіздік саласына қажетті құрал жабдық өндірісімен айналысады. Компания өнімі қосымшалар жұмысының сенімділігін қамтамасыз етіп, кіріс шығыс трафигін зерттеуге мүмкіндік береді делінген мақалада. Тамызда HP табысы Уолл-стрит болжамынан асып түсті. Дей тұрғанмен көрсеткіштер өткен жылғымен салыстырғанда төмендеу үстінде. 2014 жылдың қарашасында Hewlett Packard бәсекеге қабілеттілігін сақтап қалу үшін екі бөлек компанияға бөліну туралы жоспарын жариялаған болатын. Бірі компьютерлер мен принтерлер өндірісімен айналысса, екіншісі корпоративті серверлер жасап, оларға қызмет көрсетумен айналысатын болады. Біріншісін компания вице-президенті Дайон Вайслер басқармақ, ал екіншісіне бүгіндегі Hewlett Packard'тың басшысы Мэг Уитман жетекшілік ететін болады. Sony жапондық техника өндіруші компания енді көлік нарығына да ауыз салмақ. Әңгіме көлік жинауға пайдаланылатын қосымша құрылғылар мен бөлшектер туралы емес. Мұны вендор бүгіннің өзінде табысты жүзеге асырып келеді. Sony тұтас көлік жинауды қолға алуға кетер емес. Бұл туралы Financial Times-қа берген сұхбатында компания бас директоры Казуо Хираи мәлімдеді. Автомобиль нарығына үлесімізді қосуға мүмкіндігіміз болса, біз бұл саланы қолға аламыз. Әзірге жоспарымыз бұл жоқ, дегенмен бәрі де мүмкін дейді Хираи мырза. Оның сөзінше, электромобильдердің пайда болуы мен нарықта жаңа ойыншылардың пайда болуы біраз жеңілдеді. Айтпақшы, автонарықтағы жаңа ойыншылар туралы айтар болсақ, тамыз ортасында Guardian Apple-дың автопилотпен басқарылатын көлік құрастырып жатқаны туралы жазған болатын. Әзірге аса құпия құрастырылып жатқан машина жуырда сынақтан да өткізіледі. Көлік өндірісінде күшін байқап көрмек болған жоғары технологиялы индустрия алпауыттары тек экологиялық электр қозғалтқыштарына ғана басымдық бермей, оған қоса автомобильді автономды басқару жүйесіне де баса назар аударуда деп аяқтайды автор мақаласын. Австралиядан табылған меринос пен оның қырқылған жүні туралы батыстық ақпарат құралдары жарыса жазуда. Олардың қатарында Huffington Post та бар. Қойдың үстіндегі жүні оның өміріне қауіп төндірген. Қырқылмаған қойды Австралия астанасы Канберра маңында жергілікті тұрғындар 1 қыркүйек күні табады. Олардың пайымдауынша бұл қой отарынан бірнеше жыл бұрын адасып қалған болуы керек. Оны қырқуды қой қырқудан 4 мәрте жеңімпаз болған Аян Элксинге жүктелді. Қырқылған жүн салмағы 40 килограммға жеткен. Бұл бейресми жаңа әлемдік рекорд. Элксиннің сөзінше, өзінің 35 жылдық тәжірибесінде бұрын соңды мұндай жайт кездеспепті. Қырқылған өнім 30 кеудеше тоқуға жетеді. Чемпионға мериносты қырқып бітіруге тағы 4 адам көмектесті, ал қойға ұйықтататын дәрі берілген.